Балалар, бізде математика сабағы. Сабақтың тақырыбы жазбаша түрде қалдықпен бөлу. Сабақтың мақсаты 3 таңбалы сандарды 1 таңбалы санға жазбаша көбейту мен бөлу алгоритмдерін қолдану. Балалар, оқулықтарының 69-шы бетіндегі бірінші тапсырмаға назар аударайық. Есептеулерді орында, жауаптарын кему ретімен орналастыр. Ғарыш ғылымының негізгі қалаушыларының бірі Константин Циолковскийдің айтқан сөзін оқы дейді. Яғни балалар, бұл жерде сендерге не берілген екен? Дұрыс айтасыңдар. Тапсырмалар, яғни бөлу амалдары берілген екен. Кәне, бөлу амалдарын бірге орындап көрейікші. 56 мен 2-нің бөлінісі 28, 75 пен 5-тің бөлінісі 15, 38 пен 2-нің бөлінісі 19, 84 пен 6-нің бөлінісі 14 екен балалар. 96 мен 6-нің бөлінісі 16. Енді осы өрнектердің мәндерін кему ретімен қойсақ, бүгін мүмкін болмаған нәрсе ертең іске асуы мүмкін деген сөз шығады екен, Яғни балалар, бүгін істей алмай қалған нәрсеміз ертең бүрсі күні міндетті түрде біздің қолымыздан келеді. Біз оған еңбекпен қол жеткізеді екенбіз, Яғни адам баласы еңбектенудің арқасында алар асулары өте көп, биік, Сондықтан балалар, еңбектеніп бүгінгі қол жетпеген нәрсеге міндетті түрде болашақта қолымыз жетеді. Ол сендердің қолдарыңнан келеді, Осы Константин Циолковскийдің сөзін есімізден шығармайық, Ендеше балалар, бүгінгі күндеріне сәттілік, оқу тапсырмаларына назар аудара қойыңдар. Яғни 19-шы ақпан бүгінгі күн атауын жазасыңдар. 19 цифрын барлық талаптарға сай жазып шығамыз. Жазып бітсек, бірінші оқу тапсырмасы оқулықтарының 69-шы бетіндегі екінші тапсырманың екінші және үшінші бағанын шығарасыңдар. Үлгіге назар аударайық. 949-ды бөлу керек 8-ге. Баған түрінде бұрыштап бөліп аламын. Қарындашпен, сызғышпен. Енді балалар, бөлгенде жүздіктен бастап бөлеміз, Ендеше 9-ды бөлемін 8-ге, 1-ден тексеремін. 1 мен 8-дің көбейтіндісі 8. Жүздіктен бөліп отырғаннан кейін жүздіктің астына жазамын. 9-дан 8-ді азайтса 1. 1 8-ге жетпейді. Енді 10-ды түсіремін қасына. 14 болды. 14 8-ге жетеді. Ал жуықтап алайын. 14-ті 8-ге бөлсем, дұрыс айтасыңдар, 1-ден. Тексерем, 1 мен 8-дің көбейтіндісі 8. 14-тен 8-ді алсам, 6. Енді балалар, бірлікті қасына түсірем, 69 болды. 69 8-ге жетеді. Ал 8-дің көбейту кестесін есімізге түсірейікші, жуықтап аламыз, балалар? Тамаша. 8-ден екен. 8 бен 8-дің көбейтіндісі 64. 69-дан 64-ті азайтсам, 5 қалды. Яғни балалар, бөлгіш 8 екенде қалдығым 5. Яғни бөлгіштен қалдық кішкентай болу керек, Бұл өрнегімнің мәні дұрыс екен. Енді көбейтумен тексеремін. 118-ді көбейтемін 8-ге. Көбейткенде балалар, бірліктен бастап көбейтемін, Көбейту белгісін қоямын. Қарындашпен, сызғышпен астын сызамын. Енді тексеремін. 8 жерде 8-ім. 8 бен 8-дің көбейтіндісі 64. 4-ті түсіп, 6-сы ойда жазып қоямын. Ойыма сақтап. Енді 10-дықпен көбейтем. 8 жерде 1-ім 8. Оған 6-ны қоссам, қанша? 14, дұрыс айтасыңдар. Бірлігін жазам, яғни 4-ті жазамын да, 1-ді ойыма сақтап қоям. Келесі 8 бен 1-дің көбейтіндісі, енді жүздікпен көбейтіп жатырмын. 8 бен 1-дің көбейтіндісі 8, оған ойдағы 1-ді қосам, 9. Мәні 944 шықты. Енді 5 қалдықты қосамын, 944-ке 5-ті 949 шықты. Яғни бұл өрнегім дұрыс екен, Сендер де балалар осы үлгіні назарға ала отырып, екінші және үшінші бағанды өз беттерінше шығарасыңдар. Келістік пе? Ендеше балалар,
екінші оқу тапсырмамызға назар аударайық. Бұл сендердің оқулықтарының 70-ші бетіндегі 6-шы тапсырманың А нұсқасы екен. Конструкторда 145 қара түсті бөлшек бар. Бұл ақ түсті бөлшекке қарағанда 40 дана артық. Конструкторда барлығы қанша бөлшек бар? Ал балалар, айта қойыңдар, бұл қандай есеп? Жақсы, мәтін есеп тағы. Бұл. Яғни бұл жанама есеп екен, иә балалар? Біз жанама есепті білеміз. Неше сұрақтан тұр? Иә, 2 сұрақ бар. Яғни бұл 40 дана одан артық екен, иә? Және барлығын табу керекпіз. Сонда біз 2 амалмен шығарады екенбіз. Балалар, шешуімен жауабын толық жазуды ұмытпаймыз. Бұл деген сөзге назар аударамыз. Түсінікті болса, балалар, 3-ші оқу тапсырмасына назар аударайық. Бұл оқулықтың 70-ші бетіндегі 8-ші тапсырманың 2-ші бағанын шығарасыңдар, иә? 1-ші бағаны сендерге үлгі ретінде шығарылып тұр, балалар. Яғни күрделі есепті, күрделі теңдеуді жай теңдеуге не істейміз? Айландырады екенбіз, иә? Тамаша. Ендеше үлгіге назар аударайық. 56 мен x-тің бөлінісі тең болады. Жақша ішінде 10 мен 6-ның қосындысын бөлу керек. 2-ге деген күрделі теңдеу берілген екен. Енді біз не істейміз? Күрделі теңдеуді жай теңдеуге айландырамыз. Ол үшін жақша ішіндегі 10 мен 6-ны қосам 16, 16-ны 2-ге бөлсем 8. Міне 56 мен x-тің бөлінісі тең 8. Қарап отырсақ, күрделі теңдеуім жай теңдеуге айландырып алдым, иә? Енді x-ті табу маған жеңілірек. Иә, балалар? X тең болады 56 бөлу 8. X тең болады 7. Астын қарындашпен сызамын. Сызғышты қолдана отырып, енді белгісіз саным x-тің орнына 7-ні қояды екенмін. 56 бөлінген 7 тең болады. Жақша ішінде 10 мен 6-ның қосындысын бөлу керек 2-ге. Теңдіктің оң жағын және сол жағын тексеремін. Яғни 8 бен 8 тең екен, е? Балалар, міне осы үлгіге назарлыққа ала отырып, келесі бағанды шығарамыз. Яғни әр бағанның ортасында неше тор көз қалдырушы едік, балалар? Сендер соңғы кездері бұл заңдылықты сақтап жүрген жоқсыңдар, е? Көп балалар 2-ақ немесе 1-ақ тор көз қалдырып жүр. Яғни 3 тор көз қалдырып, 4-шісіне жазамыз, балалар, е? Бағанның ортасында 3 тор көз қалуы керек. Енді келесі теңдеуім x азайтылған 340 пен 10-ның бөлінісі тең болады 12 мен 2-нің көбейтіндісі дейді. Ал күрделі теңдеуімді жай теңдеуге айландырып аламын. X азайту 340 бөлу 10 дейді. Енді 12-ні көбейтемін 5-ке қанша екен? 60. Е, балалар? 340-ты 10-ға бөлсем 34 екен. Астына жазамын. X азайту 340-ты 10-ға бөлсем 34 және 60. 12-ні көбейттім 5-ке 60. Міне күрделі теңдеуім жай теңдеуге айландырып алдым. Енді маған x-ті табу оңайырақ. X тең болады 60 қосылған 37, x тең болады 94 екен. Белгісіз саным x-тің орнына 94-ті қоямын да, арғарата өрнекті жазамын. Жазып біткеннен кейін теңдіктің оң жағын және сол жағын тексеремін. 94 азайтылған 340 бөлу 10 тең болады 12 көбейту 5 деп тұр. Яғни бірінші бөлу амалын орындап алам. 340-ты бөлемін 10-ға 34. 34-тен 94-тен 34-ті азайтсам 60. Теңдігімнің сол жағы 60 екен. Енді оң жағы 12-ні көбейтем 5-ке 60. 60 пен 60 тең. Міне балалар, осы үлгіге қарай отырып, қалған екеуін өздерін шығарасыңдар, екінші бағаны.
Тамаша балалар, ендеше 4-ші оқу тапсырмасы бұл оқулықтардың 70-ші бетіндегі 9-ші тапсырманың 2-ші және 3-ші бағаны. 1-ші баған сендерге үлгі ретінде берілген. Яғни бұл жерде балалар не істейсіңдер? Есептейсіңдер, 122 сантиметрді көбейту керек 3-ке. Яғни көбейтемізді, өлшем бірліктерін, масса бірліктерін, ұзындық өлшем бірліктерін жазуды ұмытпаймыз. 336 сантиметр. Келесі 248 дециметрді бөлу керек 2-ге, яғни 124 дециметр. Жақсы балалар, осымен математика сабағы аяқталды. Математика сабағына кері байланыс беруді ұмытпаймыз. Үшлеп белгісін қойып жібергендерін, маған бәрі түсінікті болды дегендерін, бірлеп белгісін, бір сұрақ белгісін қойып жібергендерін, әлде де сұрағым бар дегендерін, сұрақ белгісін жазып жібергендерін, әлде де көмекті қажет етем дегендерін. Балалар, келесі сабаққа дайындаламыз.